Hello everyone, welcome to our English lesson Bilim Go. Today we are going to continue our same phrasal verbs. Бүгін біз сіздермен phrasal verbs тақырыбын жалғастыратын боламыз. Алдыңғы видеода біз фразалық етістіктер туралы бастаған болатынбыз. Яғни біз бұл видео арқылы сіздер фразалық етістіктерді, соның ішінде топ қолданылатын, ең көп қолданыстағы фразалық етістіктерді оп-оңай мағынасымен жаттап алатын боласыздар. Ол үшін әрине біздің видеомызды соңына дейін көріңіздер, және арнамызға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетсеңіздер болады. Let's start. Dress up, жақсы киіну. Fill out, құжатты толтыру. Find out, жаңалық ашу. Get away, қашу. Get in, кіру. Get off, қалдыру, жөндеу. Get on well with somebody, біреумен жақсы қарым-қатынаста болу. Get out, кету. Get out of, бір нәрсені жасаудан қашу. Get over, аурудан айығу, жақсы болып қалу. Get rid of, бас тарту. Get together, бір-бірімен кездесу. Get up, ұйқыдан тұру. Give up, тастап кету, тастау. Grow up, өсіру. Hang out, достармен көңіл көтеру. Hang up, телефонмен сөйлесуді аяқтау. Hurry up, асығу. Join in, қатысу, қосылу. Keep on, бір нәрсені жасауды жалғастыру. Kick off, басталу, бастау. Егер видеомыз пайдалы болған болса, онда лайк басуды ұмытпаңыздар. Және осы фразалық етістіктерді жаттап алып, өз сөздік қорларыңызды толтырып алсаңыздар болады. Міндетті түрде біздің арнамыздағы барлық видеолармен танысып жатсаңыздар болады. Goodbye, have a nice day.